Сәлем достар, бүгін сіздерге фантадан жасалынатын дәмді пирогтың рецептісін көрсететін боламын. Алдымен таза ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Оның үстіне 1 кесе қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Массамыз осылай ағарғанша жақсылап 7-8 минуттай жақсылап миксерлеп аламыз. Оның үстіне қалауыңызша ваниль ұнтағын қосып жіберсеңіздер болады, 10 граммдай. Және де 1 стакан осындай фанта согын құямыз. Кәдімгі дүкендерде сатылатын фанта газды сусыны. Енді осының үстіне шамамен 70-80 граммдай сұйық майымызды қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды 1 стаканнан кезек-кезек қосып, жақсылап 1 келкі масса болғанша араластырып шығамыз. Осы кезде алдымен разрыхлитель қосуды ұмыт кетпеңіздер. Ұнмен қосып, шамамен 10 граммдай разрыхлитель қосамыз. Массамызды жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз 1 келкі қоймалжың сұйық масса болады. Енді өзіміздің формамызды жақсылап майлап, духовкамызды алдын ала қыздырып қоямыз. 180 градуста 40-45 минуттың көлемінде пісіріп аламыз. Жақсылап суытып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Міндетті түрде осы рецепті жасап көріңіздер. Өте қарапайым әрі өте дәмді рецепттердің бірі. Сіздермен болған Фариза Тілеулес. Барлықтарыңызға ас болсын.